Жел табиғаттың тылсым құбылысы. Оны көзбен көріп, қолмен ұстай алмайсыз. Десе де, кәдеге жаратып, баламалы энергия ретінде пайдалануға болады. Бастысы ол ауаны түрлі қалдық заттардан тазартып, ластанудың алдын алады. Ғалымдар температурасы жоғары және төмен жер ортасында жел пайда болатынын дәлелдеген. Әдетте секундына 40-50 метр жылдамдықпен соққан жел бір орында тұрған адамда ұшырып әкете алады. Халқымыз желдің бағытына, жылдамдығына қарап, қыс пен жаздың қандай болатынын болжаған. Тіпті әр маусымдағы желдің мінезіне байланысты атаулар да қойған. Біздің қазағымызда желдің атауы көп. Жел дегеніміз өзі әр нәрсе табиғаттың үйлесіміне қарай, маусымына қарай атауы болады. Негізі көпшілігінде мына жазда соғатын желді самал жел деп атаймыз. Жылы жел деп атаймыз. Жайлы жел деп атаймыз. Сосын кейін жай бір баяулап соғып тұрған желді қоңыр жел деп атаймыз. Аңызғақ жел деген болады. Ол ашен азынап тұрады, күні түні соғып тұрады. Қыстың қабаршысындай. Ал енді жазғы тұрым бола бастаған кезде, мына жердің ызғары арылмай тұрған кезде соққан желді ызғары арылмай тұрады да, оны өкпек жел дейді, ол өкпеден өтеді. Сол кезде сақсынбаса, адам мына өкпеден дертке шалдығып қалады. Жібек жел. Жанға жайлы салқын самал. Қара жел. Жауын шашынсыз азынап соққан өкпек жел. Азынауық жел. Гуілдеп соққан аңқыма жел. Боранды жел. Қарды бұрқыратып ұйтқып соққан ысқырық жел. Бұрқасын. Жерге түскен қарды суырып соғар бәсең жел. Жатаған жел. Төмен жер бауырлап ескен жел. Желемік. Әлсіз жел. Ексім жел. Екпінді қарқынды жел. Өксік жел. Ышқынған қатты жел. Үрме жел. Екпіні бір басылып, бір көтеріліп соққан жел. Үскірік жел. Күздегі құрғақ, суық жел. Ызғырық жел. Өңменіңнен өтер суық жел. Ықтырма жел. Адамды, малды ықтырып, бет қаратпайтын суық жел. Сонымен қатар халқымыз секундына 20 метр жылдамдықпен ұйтқып соғатын қатты желді боран деп атаған. Ол әдетте топырақ, құм, қиыршық тас және қар аралас болып келеді. Қауіпті болған сонша теңізді буырқантып, жер үстіндегі егістік пен үйлерді қиратып кетеді. Елімізде арқаның ақ бораны деген сөз бар. Боран сөзі негізінен Қазақстан мен Сібірдің далалы аудандарында көптеп қолданылады. Біздің күн жүйемізде жел ең қатты соғатын ғаламшар Нептун. Ондағы желдің соғу жылдамдығы сағатына 2200 км, яғни секундына 670 метр деген сөз. Ал жер бетінде әлемдік рекорд 1934 жылы тіркелген. Ол кезде желдің соғу жылдамдығы секундына 103 метрге тең болған екен. Онан енді жүре келе бұл желің боран құласады. Ол боран енді күзге қарай соғады. Көпшілігінде мына күзде жауын шашын аяқтап, жер құрғай бастаған кезде үнемі қара боран деген боран соғып тұрып алады. Үнемі соғып тұрады. Алғашқы бір қарлар жауғанда, мезгіліне қарай құс қайтқанда құстың жайы дейді. Сол кезде жауған қарларда соққан боранды ызғарлы боран дейді. Жерге түскен қарды қайтадан ұшырып, қайтадан борап соғып тұрған боранды онысы бұрқасын деп атайды. Бұрқасынды боран дейді. Пәлен жерде адамды адастырып, алағаншық өлтіріп кетіпті дейді. Алағаншық өлтіріп кетіпті деген аңыз бопты. Ол аңыздың біз себебін түсіне алмай, енді баламыз ғой. Біреудерден сұрап сөйткенімізде алағаншық деген сөз ана ұйтқыған ақ қарды иттің құйрығы ұқсаған былай. Бейтіп бұлғақтап, соғып, үйіріліп келіп, адамды қалай қарай болса солай қарай ертіп кеткен. Сонан барып адамды адастырып өлтірген деген, алағаншық адастырып өлтіріп кетті деген осындай аңыз да қалған. Ақ боран. Көз ашқысыз желдете жауған қарлы боран. Ақ түтек боран. Алай-дүлей түтеген боран. Ақ шынақ боран. Бір мезгіл соғатын шыңылтыр аязды қарлы боран. Ақ құйрық боран. Құрғақ, аязды күні қарда ирелеңдете, бұралаңдата соғатын боран. Ақ жорға. Қысқа аязда жоннан ойға қарай соғатын қарлы бұрқасын боран. Долы боран. Екіленіп, өш алардай соғатын қатты боран. Майлы боран. Қойны қонышқа кеулеп соғатын қарлы боран. Тентек боран. Біресе күшейіп,
біресе басылып соғатын боран, ұйтқыма боран. ұйтқи соққан қарлы боран. Ал жылдамдығы сағатына 120 метрге жететін үлкен көлемді ауа құйыны дауыл деп аталады. Әлемдегі ең жылдам соғатын жел торнадо. Оны қуып жету үшін жеңіл көлікпен сағатына 100 км жылдамдықпен жүріп отыру керек. 1931 жылы соққан торнадо желі салмағы 83 тоннаны құрайтын 40 метрлік пойызды көтеріп кеткен. Ең қызығы, бұдан да қауіпті жел түрін қазақ құйын деп атайды. Оның қуаты бүкіл әлемдегі электр станциялардың 3-тен 2 бөлігіне тең. Ел арасында құйын соққандай құтырып кетіпті деген сөз осы қарқынына қарата айтылса керек.